Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяман. Бүгін сіздерге қауіпке жол жағатын психологиялық сабақтың ішінде қандай дүниелер бар екенін қысқаша айтып өтетін боламын. Арнаға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Жалпы ең бірінші анамен сөйлесетін болсам, сіздер ең алдымен көптеген фильмдер бар, қараңыз, анализ жасаңыз, статистика жасаңыз, сонымен қатар содан түйген ойыңызды балаңызға баланың тілімен жеткізе біліңіздер. Сол арқылы жалпы балаңызды өзіңізде сақтап қала аласыздар белгілі бір қайғыдан. Сонымен қатар балаңызға айтыңыз, ешқашан үлкен адам көмек сұраса, онда оны жасамасын. Өзге адамдарды айтам, балаға жалпы былай түсіндірсеңіз болады. Ешқандай үлкен адам кішкентай баладан көмек сұрамайды. Себебі сен кішкентайсың деген секілді осылай айтып, сол арқылы түсіндіріңіз. Жалпы негізі қазір көп байқаймын, бала туып алады әрине, дегенмен бірақ оның әрмен қарай қауіпсіздігін бақыламайды, қолға алмайды. Осының салдарынан жалпы қауіпке жол жоқ атты психологиялық сабақ құрылған. Тіпті бала тұрмақ үлкен кісілердің өзі бар. Өздерінің бастарын өздері алып жүре алмайды, яғни түсінбейді, кімге сену керек, кімге сенбеу керек, адам танымайды. Жалпы адамды тану үшін белгілі бір керемет суперспособность керек жоқ. Жай ғана психологияны кішкене болса да, арасында болса да оқып жүрсеңіздер болады. Енді қолыңыз тиетін уақыт табылатын шығар, соны қарап өзіңіз шамалы оқып жүрсеңіз болады. Болмаса менде плейлист бар, психология деген. Соған қарап ішінен белгілі бір пайдалы дүниелерді алып, өзіңіздің керек игі істеріңізді жаратсаңыздар болады. Бала деген енді аңқау ғой. Өте аңқау, сенгіш болғандықтан айтып отырмыз. Тіпті сенің ойнап жатқан ойыншығыңа өте бір үлкен адам келіп, қызығушылық танытып, менде ар жақта сондай ойыншықтың одан да күштісі бар. Жүр, алып кетейік. На запрутку видел, ходишь. Деген секілді
қызығушылық танытып, болмаса белгілі бір жерге шақыратын болса, ешқашан бармау керек, жай ғана үйге қашу керек болды. Сонымен қатар жолдың жалпы шетімен де жүруге болмайды, тек тротуармен жүру керек, себебі жолдың шетімен жүрген баланы оп-оңай көтеріп көліктің артына отырғызып кете алады. Сондықтан оны да айтып жүріңіздер. Және де ешқашан жалғыз қайтпасын. Оның үстіне ашық жолдармен, камералар бар жермен қайтуды үйретіңіздер. Баланың жалпы енді өзінің жүрегі таза болғаннан кейін ойлайды, бәрінің жүрегі таза деп. Шын мәнінде сіз айтыңыз, тек қана осы ата-анаңа, яғни маған және әкеңе, ата-әжеңе сен болды. 18-ге толмайынша одан басқа туысқан болмау керек негізі. Жай ғана басқа туысқандармен сіздер қасында кезде араласуға болады. Мысалы, тіпті өзінің мұғалімі деліге үйіне шақырған кезде де бақылап отырыңыздар. Жалпы бөгде адамдардың үйіне кіруге мүлдем рұқсат бермеңіздер, ешқашан. Тіпті досы болсын, басқасы болсын, сіз қайдан білесіз, оның үйінде мысалы шетін әкесі бар шығар делік, өзге де бір арам пиғылды адамдар бар шығар, кім біледі. Сондықтан алдын ала айтыңыз, бөгде адамдардың үйіне кірме, ойнау үшін де кірме. Міне үйде барлығы бар, осы үйде өзің ойна болды. Және де есік алда ойнап жүрген кезде де жалпы қарайласын айналасына, егер ары бері бір сау емес адам секілді жүретін болса, ол кезеңде ойын қанша қызық болса да үйге қайтуды сұраңыздар. Енді аналарға жалпы кеңес беремін, Чикатило деген кино бар, сериал, ол ютубта да тұр, соны көріңіздер. Милые кости бар, оны да көріңіздер. Жалпы ой түйгені қалай мысалы да, сол жерде әдемі қылып жердің астын қазып жарқыратып, ішіне өте керемет ойыншықтар салып қойған. Соны міне бүкіл балалар үшін жасадым. Ты ведь из семьи Селманов, да? Да. Ты меня помнишь? Должна помнить. Я живу рядом с вами, в зеленом доме. Мистер Харви. Здрасте. Знаешь, мне здорово повезло, что я тебя встретил. Я тут убежище построил, и мне интересно твое мнение. Ты не прочь взглянуть? Убежище? Ну да. Получилось очень здорово. А что там? Ништяк, да? Это для всех ребят нашего района. Я подумал, пусть у них будет что-то вроде клуба или... Не знаю. Осыны мектептің артынан жасап қойған ғой. Соны айтады, осы мектептегі балалар келіп түсіп ойнасын деп жасап қойдым. А ты не хочешь первый там все осмотреть? Сен бірінші кіріп көрші дейді. А можно? Да, конечно, да. Давай. Там классно. Спускайся. Вот так. Вот так. Молодец. Вау, вот это клево. Это очень клево, мистер Харви. Да, это верно. Я решил, у ребят будет свое местечко, где можно развлекаться. Вообще-то, мне надо идти. Нет, не спеши. Надо быть вежливой. Мне нужно идти. Не хочу, чтобы ты уходила.
Я тебя не обижу, Сизи. Осы жерден шықпайды ғой тірі. Мы нашли это на кукурузном поле позади школы. В земле была некая яма, засыпанная мусором. В основном щепками и обрезками досок. Мы считаем это остатки какой-то постройки. А Сьюзи? Мы не нашли ее, миссис Салман. Еще мы нашли следы крови. Значительные следы крови. Сондықтан қызықтыру, түсініңіздер ме? Қызықтыру арқылы баланы тұтқынға алмасын десеңіздер, онда сіздер айтыңыздар балаларыңызға. Солай сені бөгде бір адам қызықтырып жатса, белгілі бір ойыншықтармен, белгілі бір дүниелермен қызықтырып, ешқашан қызықпа. Жай ғана кетіп қал болды. Жалғыз еместі жау алмайды дейді. Сондықтан шын мәнінде негізі жалғыз қайтпауын қадағалаңыздар. Сонымен қатар мүмкін енді өзіңіз, егер де мүмкіндігіңіз болса, өзіңіз алып кетіп тұрғаныңыз дұрыс, әрине кішкентай бала болса. Ал енді қазір енді Құдайға шүкір телефон да бар, жалпы өзіңіз қанша бақылаймын десеңіз де қолыңызда, сондықтан балаңызды енді өзіңіз қорғап қалыңыз әрине. Осындай ақылдар арқылы, белгілі бір диалогтар арқылы балаларыңыздың өмірін аман алып қаласыздар. Содан соң міндетті түрде балаңыз сабақтан келгенде сұраңыз, көңіл-күйі қалай, түрінен ақ көрініп тұрады. Жалпы бала күнде олар онша жасырамайды. Сондықтан не болды, айт, мен саған ұрыспаймын, ұрмаймын сені, не болған жаным, маған айта бер, мен сенің анамын ғой, сен менен ештеңке жасырма. Егер сені біреу ренжітіп жүрген болса, міндетті түрде маған айт, жаман адамдар жазалану керек деген секілді бала тілімен сөйлеп, алдап-сулап біліп алыңыздар. Егер біреу сондай, мысалы мектепте бар ғой бұзақылар, ақша алып кеп бер, телефоныңды бер, айып сөйтем, бүйтем деген секілді қорқытатын. Ол енді бала ғой деп қоя салуға болмайды. Ондайлардан да белгілі бір жауыздықтар шығып жатыр. Сондықтан міндетті түрде баланың жалпы эмоционалдық күйін бақылаңыздар. Ол міндетті түрде онсыз сіз баланың, егер баламен сөйлеспей, жай ғана ішкі жан дүниесін біле алмайсыздар, оған кім тиісіп жүргенін біле алмайсыздар. Мүмкін оған белгілі бір жоғарғы класста оқитын болмаса, белгілі бір сондай бір ақаулары бар бір кісі тиісіп жүрген шығар жолда. Сонымен қатар, егер әжетхана мектепте далада болса, оған да жалғыз өзі бармауға жалпы қолқа салып айтып отырыңыздар. Себебі өмір мен өлімнің арасы шын мәнінде 1 секунд қана. Сондықтан барынша қолыңыздан келгенше ақылыңызды айтып жүріңіздер. Менің инстаграм арнамда да көптеген талдаулар бар осындай фильмдерге. Соны да көріңіз, қараңыз. Содан ой түйгеніңізді балаңызға жеткізіп отырсаңыздар болады. Және де осы қауіпке жол жоқ атты психологиялық сабақты, онлайн сабақ болып өтеді. Соны оқимын десеңіздер, есігім ашық. Инстаграм парақшама жекеге жазыңыздар, сіздерге бірденен жолданатын болады. Ендеше өздеріңізде балаларыңызға аман болыңыздар. Вам плохо? Нет, ничего страшного. Сердце немного щемит. У меня бывает такое. Может, я скорую вызову? Благодарю. Кажется, отпускает. Может, вы меня проводите? Я недалеко здесь живу. Вот. Знаете, в дачном поселке, вот совсем близко. Конечно. Пойдемте. Благодарю вас. Пойдемте. Благодарю вас. Позвольте. Благодарю. Ең бастысы, осы айтқан ең басты деген факторларды айтып шықтым. Сондықтан игіліктеріңізге қолданыңыздар. Сіздердің әрқашанда бақытты болып күліп жүргендеріңізді қалаймын. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, бүкіл басып жіберіңіздер, пікір жазып жіберіңіздер, өз ойларыңызбен де бөліссеңіздер болады. Өзіңіздің басыңызда қандай жағдай болды, оны да бөліссеңіздер болады. Ендеше мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі эфирде кездескенше сау, саламатта болыңыздар.